ақ сүтпен жол көрсеткен адал ізге, толтырған тәлімімен санамызды, жыл толды сағынышпен еске аламыз, аяулы Рахиладай анамызды. Қасиетті нарын топырағы төсінен талай ардақты жанды түлетіп ұшырып, ғибратты ғұмыр сыйлаған киелі мекен. Сол өңірдің маңдайына біткен, айналасына мейірім шапағымен жылулық нұрын шашып өткен асыл аналардың бірі қимас бауыр, аяулы жар, ардақты ана, немере жиендерінің сүйікті әжесі Рахила Салиқыз анамыз еді. Айдынға аққу қаз оралды, сағындым сені, жайнады дүние жаңарды, сағындым сені. Жаз өтті жапырақ тоналды, сағындым сені, аққайың ақ мамық оранды, сағындым сені. Аяулы жар, ардақты ана, немере жиендерінің сүйікті әжесі бола білген Рахила анамыз 1946 жылы сол кезгі Гурьев облысы Новобогат ауданы Манаш ауыл советінде әкесі Сали мен анасы Шәмшияның берекелі қара шаңырағында 25 тамыз күні дүниеге келді. Ол заман сұм соғыстың аяқталғанына небәрі бірер жыл уақыт өтіп, замана көші түрліше күйге еніп, құйқылжый өзгеріп жатқан аумалы төкпелі кезең еді. Жарық дүние есігін айқара ашқан сәтінен бастап, ол әке ананың мейір махаббатына, бауырларының қамқорлығына бөленіп бой жетті. Інілері Қабдел, Наурызбай, Мұғиын, Нұрлыбек пен жалғыз сіңлісі Абилаға әке аналары бұл фәниден кеткен сәтте де жел өткізбес пана, арқа сүйер қорған бола білді. Бала Рахиланың ғибратты ғұмырнамасының бас кезін, балдай балалығын ауылда самандастары әлі күнге сағынысып еске алады. Заулаған сайын зымыран уақыт ақтабан, көбейеді екен бейнелер көңіл жоқтаған деп, нарының наргеске нұрал айтқандай, уақыт өзені ілгері аққан сайын жоқтайтын бейнелер көбеюде. Соның бірі Рахила апамыз. Рахила апамыз төрінен қонақ арылмаған, қазы аттан, қазаны астан босамаған, Сәли ата мен Шәмшия шешенің шаңырағындағы 6 ұрпақтың үлкені болып өмірге келіп, ата-анаға көмек болып ерте еңбекке араласқан қайсарда ақ көңіл жанның бір еді. Анау нарымның ғұмында аталарымыз қоныс тепкеннен бастап көрші болып, ағайын туыстығымыз өз алдына, іргеміз арылмаған, Жанбайға көшіп келгенде де екі каналдың екі бетіне екі үй салып, Сәли мен Сәлірдің үйі көрші отырып, ғұмыр кешкен, ұрпақтар бір-бірімен араласқан, сондай тату-тәтті болған жандар едік. Апамыз жөнінде айтар болсақ, апамыз ақ көңіл, жайдарлы, тура мінезді, әзілге шебер, жан жақты адам болды. Әзіл айтудың түрі көп. Біреуден бір өш алу, қайткенде жауап қайтару, қайткенде бір міне үшін айтылатын әзіл бір бөлек. Ал Рахила апамның әзілі пеш түбінде отырып, әппақ жібек жүнді түткендей әңгімені айтып отырып, қасындағы кісіге әзілмен сөз қайтарып, көпшілікті қарамтапан күлкіге бөлейтін еді. Бір-екі мысал келтірер болсам, Жанбайда тұратын бір ағай 2 рет тойға шақырдым, Рахила апам келмей қалды, 3-шіде ұмытып кетіппін. Бірақ артынан кешікпей дүкенде кездесіп қалдым. Өзім ыңғайсызданып қипақтайғам, апам, ай, бәленше жан, бер қара, сен мен тойға шақырмады деп ренжітемейсің, мен ренжімеймін. Сен Есенқұлдың байға кеткен қай қызын шақырып тауысасың деп, апам сүйе тұрған халықты күлдіріп, мені ыңғайсыздан құтқар деп айтатын еді. Қинала қоштасам да айналам мен, мәңгілік табысамын айдалам мен, сонан соң зырылдаған жылдар қеріп, сарғайтар сағынышқа айналам мен деп, Нұрал айтқандай, Қисекең мен Рахила апам тәрбиелеген ұрпақтар, адамгершіліктері биік, абыройлар асқақ, еңселері жоғары болып, ата-ананың аруақ рухын ардақтап, рухын көтеріп, атын өшірмей, ғасырдан ғасырға жалғай беретініне сенімім мол. Ұрпақ аман болсын, апаға берген астарыңыз қабыл болғай.
Рахила анамыз 1953 жылы осы Манаш ауылындағы 25 жылдық Қазақстан мектебінің табалдырығын аттап, білім алды. Бала болса да көкірек көзі ояу, тумысынан парасатты білімге құштар боп бой жетті. Ең алғаш еңбек жолын небәрі 16 жасында 1962 жылы Забурын совхозындағы жақсылық медициналық бөлімінде бастады. Еңбекке сол кезгі заман талабына сай ерте араласқан ол 31 жыл бойы түрлі қызмет саласында абыройлы да адал қызмет етті. Атап айтқанда, осы жылдар аралығында Махамбет аудандық Забурын балабақшасында, Забурын совхозының ет дүкенінде, Забурын совхозының жұмысшылар кооперативінде еңбек етті. Оның қай іске де білек сыбана кірісе кететін, ауыр жұмыстың өзін жеп-жеңіл қылып алатын жібек мінезі мен ұштаса үйлесім тапқан қайсар қасиетіне сол кезгі ұжымдас замандастары куә. Рахиланың шаруақорлығы, еңбек сүйгіштігі әлі күнге дейін қатарластарының жадында ерекше сақтаулы. Рахила менен мына Забурын жұмысшылар кооперативі дейтін елді саудамен қамтитын мекеме болды. Сол мекемеде бірге жұмыстас болдық. Рахиланың бір қасиеті ол ешқандай еш уақытта қабағы түсіп, е болмаса бір нәрсеге ренжіп жүрмейді, әр уақытта да көңілді жүретін. Елді айналасына үйіріп, күлдіріп жүретін, қаншама қиындық жағдай болса да, жұмыс ауыр болса да, соның бәрінде ол сол көңілді жүріп, сол жұмысты жақсы барынша мүмкіндігінше жұмысты жақсы атқаратын еді. Жалпы осы ауылда Рахиланың ортада өзінің беделі үлкен болды. Біздің ортамызда біздер құрдастар болып есептелеміз. Сондай бір ақ көңіл, ақ жарқын адам еді Рахила. Сол үшін сыйлайтын едік. Рахила жөнінде көп айтып, оның әңгімелері ол айтқыш сөзі қалған деген болады ғой адамда. Сондай сөздер бар еді оның жақсы. Сол кенеттен бір айтып салатын, бетің бар, жүзің бар демей айтып жіберетін кездері болатын еді. Заманымыздың бір жақсы адам еді, абзал ана еді. Балаларын, ұрпағын тәрбиелеген, қандай өзінің қиындық болса да. Қисекең кеткеннен кейін әке орнына әке, ана орнына ана болды. Барлық қасиет ұрпақтары шүкір жақсы, жұртты күлдіріп, бір концерт көргендей болып жүретін едік, сол Рахила елдің бәрін күлдіріп жүретін. Сондай мойымайтын, ренжімейтін, тек өмірден тек бір өзінің жақсылық күтіп жүретін адам еді. 9 ай 10 күн толғайды, өмірге мені жолдайды. Қат асман астында анамдай адал болмайды, анамдай адам болмайды. Рахила анамыз 1964 жылы ауылда сынар тұлғалы азамат Хисамеден Кемпірбаевпен бас қосып, шаңырақ құрды. Іргесі берік жанұяларында олар 3 ұл, 6 қыз дүниеге келіп, асыл ана, көп балалы ана ретінде алтын алқа төс белгісінің иегері атанды. Көрінген ұл қыздарын қатардан еш қалдырмай, алды қылып, терең тәлімін беріп, тәрбиелеп, өсіріп өндіріп, жақсы деңгейге жеткізді. Жеңгеміз түскенде өзімен бірге қуанышын, шаттығын ала келді. Себебі қуғын сүргін жылдарында Мұхаммедия атамызды ұстап кеткенде ағамыз 3-4 жастағы шамасындағы бала екен. Енді сол ағамыз ер жетіп, үйленіп, 30 жылдан кейін алғаш рет шаңырағында сәбидің дыбысы естіліп, Сәния дүниеге келді. Алғашқы немересі Мұхаммедия атамыздың. Ары қарай Сағия дүниеге келді. Одан кейін қуаныштың ең үлкені атұстар дейміз, орынбасар дейміз, ұрпақ жалғастырар Сағынғали дүниеге келді. Енді жеңгеміз туралы айтатын болсақ, өте сабырлы, ақылды,
үлкенмен де кішімен де тіл табысатын мейірманды жан болды. Өзінің бүткіл ағайынды қамқорлай білді. Қолы ашық, мырза, дастарханда мейірімді өте, дастарханы бай еді. Ағайынның басында қуаныш болсын, қайғы болсын, барлық шараларға қазанын сүйреп, отын жағып, қайғысын бөлісіп, қуанысын арттырып жүретін еді. Ағамыздың шаңырағын шайқалтпай, бәрінен оқытып, мамандық алып беріп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Ағамыз тек қана үлкені Сәнияның ғана қызығын көрді. Жеңгеміздің алдында сол ұрпақтарды тәрбиелеп, адамға қылып өсіргені үшін рахметімізді айтып, бүткіл ағайындар болып басымызды иеміз. Сағынам. Еске түсірудің өзі оңай емес маған. Рахила анамыз нағыз аяулы келіннің үлгісін көрсетіп, жан-жары Қисамеденнің анасы Назым әжені бағып-қағып, келіндік қызметін көрсетіп, ақ батасын алды. Аштықтың зұлмат заманында ізім ғайым жоғалған атасы Бапатақ ұлы Мұхамедияны іздеу жұмыстарына да белсене араласып, өмірден өткенге дейін елеңдеп, бір хабар шығар деп алаңдаумен өтті. Рахила анамыз өмірлік жан-жары Қисамеденнен небәрі 42 жасында көз жасып қалса да, өмірдің бұл сынағында абыроймен арқалай білді. Жалғыз өзі жүріп көрінген ұл қосын үнемі тек алға жетелеп, оң тәлім тәрбие беріп, оқытып, білім нәрімен сусындатып, әке орнын жоқтатпай, ата-аналық парызын артығымен орындап үлгерді. Иә, бұл кезең оның өміріндегі ең ауыр кезеңдердің бірі еді. Соған қарамастан ол мойымады, әлсіремеді. Өмірге өкпесін артпай, қайта кең жүрегімен мойнына артылған жүкті қасқайып көтере білді. Жалғыз өзі жүріп, балаларына тірек болды. Бүгінде тәрбиелі ұл қыздары да өрісті кеңейтіп, бір-бір шаңырақтың түтінін түзу түтетіп отыр. Рахила анамыз 7 рулы елмен, тіпті немере жиендері арқылы ағайын болған бірнеше әулетпен құдандалы болып, құдайындай сыйласқан, құдаларының төрін көріп, өз төрін көрсетіп, сыйластықтың нағыз жарқын үлгісін құс қанат ғұмырында көрсетіп үлгерді. Ұл қыздарынан өрбіген немере жиендері, асыл әжелерін, аяулы нағашы әжелерін, қашанда көмейге толған өксікпен, қима сағынышпен, сезіммен еске алады. Сар ормандай самсаған, әке болып жүргенімде ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Я, бірімізге әже, енді бірімізге нағашы әже болған ең аяулы жан туралы өткен шақта толғау қаншалықты ауыр десеңізші. Оның баладай кең көңіліне бүкіл әлем сиятын, мұхиттай терең пайымынан біз нәр алып өстік. Сүттей аппақ пейілін өзімізге үлгі тұттық, ал риясыз мейіріміне әбден малынып, марқайып бой жеттік, ер жеттік. Сіз біз үшін дара болдыңыз, дана болдыңыз. Біз ешкімнің әжесіне қызықпадық, өйткені өзімізде асыл жанды сіз бар едіңіз. Сіздің атыңыз естілсе, айнала тегіс танып шыға келетін. Жақсы адамды кім танымасын, жақсы адамды кім өзіне жақын тұтпасын. Тіпті Құдайға да жақсы адам керек деген сөзге риясыз сенуге тура келді. Өйткені 80-нің сеңгіріне бірер жыл қалғанда сізді Алланың рахмына амалсыз табыс еттік. Бұйрық солай болды. Сіздің жоғыңызға сену қиын, артына өлмейтұғын із қалдырған жанды өлді деуге ауыз бармайды, жүрек иланбайды. Сізбен бірге біздің балалық бал дәуреніміз тұтас бір замана көшіп өткендей.
Нағашы жау, сіз бүкіл немере жиеніңіздің туған күндерін ұмытпайтынсыз. Таң ата салысымен әр қайсымызды өз меншікті мерекемізбен құттықтап, телефон шалатынсыз. Замана ағымынан бір елі ажырамадыңыз. Соңғы технологияны да тез ақ меңгеріп, өміріңіздің соңғы жылдарына дейін бізбен телефон арқылы тікелей бейне байланысқа шығып отырдыңыз. Бірақ бір жыл болды, біз сізден қоңырау алмадық. Айналайын-ау, амансың ба деген бір ауыз сөзіңізге мәңгілік бала жүрегіміз зәру боп елегізіп жүр. Ақ әжем, дара болдың, дана болдың, талайға арқа сүйер пана болдың, ізеті ұрпағыңа дарысын тек, ізгі қып өзің салған сара жолдың. Жұмақтың жайғастың ба қақ төріне, сендей әже біреуге арман шығар, өзіңнен өрбіп кеткен 8 перзент көз жасын көл ғып бүгін алған шығар. Фәниді мына жалған 5 күндейді, көшеңнен күміс күлкің естілмейді. Өзіңмен өткен әр сәт естелік қой, ал естелік ешқашан ескірмейді. Біз сізді сағындық. Расымен де Рахила анамыз өз ғұмырнамасында күлді, ағайын туыстың арасында үнемі әдемі әзілімен, сөзшеңдігімен, емен жарқын ашықтығымен, кең пейілімен жарқырап, сыйлы бола білді. Жарқын бейнесімен күміс сыңғырлы дауысын қалай ұмытармыз. Санада дәл сол күйі жаңғырып, сайрап тұр. Ойлаған арманыңа жетіп, ұрпағынан қосағымен қосағарып өсіп өнемін. Әуелдерін жеген семейге кеттің деп. Атырауда қалмады ау. Енді бірақ шүкір тәуба, енді шетелге кеткен қыздарды есептегенде Аллаға манатсыз қарауы деген мақсатқа жетті. Рахила анамыз ұл қызына, асыл ана, немере жиендерін жылы жүрегімен айналайынына, шексіз мейірімне бөлеп отыратын ардақты әже. Туыс тума, дос жаран, көрші қолаң, әріптеске қиын сәтте нағыз жанашыр арқа сүйер болып, ешкімге ұқсамайтын ерекше қасиеттерімен есте қалды. Ырекең дейтін ол көптің адамы болды. Ол отырған жерінде күлкі, әрдайым неменен әзілмен отыратын, ортасын толтырып отыратын, көпшілікпен қатты араласатын, жақынды әрдайымда бауырына тартып отыратын, оның қиыншылығына да қызығына да ортақтасып жүретін сондай ақ көңіл адам болды. Көптің адамы болды. Ол азаматтың жұмысында, әйелдің де жұмысын жасады. Ол өмірбақи ауыр жұмыстар жасады. Әрдайым осы көппен бірге, ағайын тумен бірге сырласып, сыйласып, бәріміздің шаңырағымызда қызығымызды бөлісіп, әрдайым бірге ақылдасып, ол жеңгелеп мені сыйласам, мен қайынсың деп сыйладым. Мен әдейі оған ат қоймасам да Ыреке деп өтедім. Ол енді жасы 80-ге толуға тек қана бірер жас қалғанда мынау өмірден өтіп кетті. 80-ге толып, оның да қызығын бөліссек, о да артық болмас еді. Өмірдің Алланың бергенінен артық болмайды ғой. Көптің көңілінен шыққан, көпке сыйлы болған, бірнеше елмен құдандалы болған, әрбір құдасының төрінде болған, бала шағасын қызығын көрген сондай бақытты ана болды. Білегін бесі қылған қарызбын ақшашына, жүрегін есі қылған жұмақтың бақшасына. Тербетті тал бесікте тербеліп қалды фәни, бөледім жер бесікке анашым әлди. Өзіңнен өрбіген 8 перзент қазір Құдайдың балалары. Адам көп айналадан жұмыр жүректері елегізеп банан істейді. Аңсайды, сағынады. Уақыт шіркін, кері айналып келмесін біліп, келмесінің кемесін кері оралта алмасын біліп, іштей жабығады. Осыдан бірер жыл бұрын өмірінің соңғы айларында асқақ рухты ананың саулығы сәл сыр беріп сырқаттанып қалған болатын. Өкінішке орай,
сұм ашалы арамыздан асыл әже аяулы ананы аз уақыт ішінде алып тынды. 5 күндік жалғанды қонақтап мекен еткен жұмыр басты пендеге тағдырдың басқа салғанына көнуден артық нендей шара бар дейсіз. Көндігеміз, қабылдаймыз. Кеуде өксікке тұнып тұрса да, асыл әже ана рухын одан әрі жалғап туын тік ұстау үшін дамылсыз тірлікке еніп кете барамыз. Өмір сүреміз. Тал бесіктен жер бесікке дейінгі сәт бір-ақ қадам екенін біле тұра, білмегенде күн кеше береміз. Жатқан жерің жарық, топырағың торқалы болсын. Аяулы жан, ұрпағыңды бүгін жылдық қадеңе арнайы ат басын бұрған өзіңді, жарқын бейнеңді, жыл бойы жоқтап жүрген мынау жамағатыңды желеп-жебеп, рухыңмен демеп жатқайсың. Ал біз сіздің асыл бейнеңізді мәңгі ұмытпаймыз. Қабырын нұрландырып, құран ізгі, 2 ұл, 6 қыз жалғар мұраңызды, жаныңыз жәннат бақта жүрсін мәңгі. Жаратқан қабыл алып дұғамызды. Жыл толды, жер тербеуде бесігіңді, бір Алла жәрдем етсін кешірімді. Ұрпағың ұмытпайды, ұлықтайды, аяулы Рахиладай есіміңді.